дертке шалдыққан атақты қазақ композиторы халықтан көмек сұрайды. Тіпті қазір жүре алмай қалды, тамақта дұрыс іше алмайтын болды, өйткені қақала шашала береді. Түркиядағы клиникалардың бірінде миына операция жасату керек. 15 миллион теңге сұрап отыр. Сахнаны сағынып, өнерді аңсап жүр. Сағына мәрине, шыққым күні дәлдеді. Әртістер дәнекер болар көмектесіңіз ойлаған едім. Өнер жұлдыздарынан хат хабар жоқ екен. Оның арасында Роза Қуанышевна бар, Лұқпан Жолдасов бар. Керек кезде біз ойлағанбыз, өнер адамдар көмектеседі деп. Менің өнерімді сыйлайтын, әндерімді бағалайтын азаматтар мен азаматшылар сіздерге көп рахметімді айтқым келеді. Армысыз көрермен, ауыр дертке шалдыққан атақты қазақ композиторы халықтан көмек сұрайды. Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, бұрынғы Гүлдер ансамблінің белді мүшесі Рамазан Елібаев. Сазгердің әйгілі Тұмарым атты хит әнін білмейтін қазақ жоқ шығар. Тыңдап көріңіз, бәлкім есіңізге түсер. Аясайшы менің сүйген тұмарым. Кезінде эстрада жұлдыз атанған дәл осы өнер иесінің бүгінде өмірі қыл үстінде. 76 жастағы композитор соңғы 20 жыл бойы 3-ші дәрежелі Паркинсон ауруымен арпалысып жатыр. Яғни сырқаттың соңғы кезеңі. Қазір дәрінің күшімен ғана жүр. Дененің әлсіздігінен жүріп тұру, тамақтану, басқа да көп мәселелер қиынға түсіп тұр. Әншіні әбден әберге салған Паркинсон дертін түсінікті тілмен түсіндіріп берсем, әлгі ауру сәт сайын Рамазан Елібаевтың ағзасын дендеп барады. Былайша айтқанда, қол аяғы дірілдеп, қалшылдап, тамақ ішсе қақалып, шашалып қалады екен. Бұл туралы әкесінің өміріне алаңдаған композитордың ұлы Алмас айтып берді. Қазіргі осы әкеміздің жағдайы онша емес деп айтуға болады. Өйткені осы Паркинсон ауруы оған әсер етіп жатыр ағзасына, миына. Тіпті қазір жүре алмай қалды, тамақта дұрыс іше алмайтын болды, өйткені қақала шашала береді. Осының әсерінен 2 рет өлімнің алдынан қалған, ауырады, көмек керек. Атақты композитор аяққа тұрып кеткісі келеді, бірақ Түркиядағы клиникалардың бірінде миына операция жасату керек. Ол үшін қомақты қаржының қажет екенін айтады. Түркияның мамандары, Түркияның клиникасы басқа дүние жүзіндегі клиникалардан қарағанда кішкене арзанырақ, төменірек екен, бірақ 29 мың доллар. Ол қазіргі курспен 15 миллион теңге сұрап отыр. Біздің отбасымыз үшін ол Қазақстанда көтермес қаражат. Өйткені біздің отбасымызда біраз 2-3 жылдай болды, көп дағдарыстар болған. Анамыз қайтыс болды 2 жыл бұрын. Ол да көп жылдар аурушы еді. Оның алдында кішкене қызым дүниедегі ең қатал, ең қымбат, ең қатал аурумен ауырған, спинномышечная атрофия Вернинга Гофмана СМ1 деген аурумен ауырған қызымыз. Сол осы соңғы жылдары кішкене қиынға түсті, шын айтқанда. Бір айналдырса шыр айналдырады деген осы. Кезінде өнердің ордасы атанған, Алматыны әнімен әуелеткен әйгілі Тұмарым хитінің авторы қазір денсаулығына байланысты Өскемен қаласына көшіп кеткен. Тек шығармашылықтан шабыт алатын Рамазан Елібаев бүгінде сахнаны сағынып, өнерді аңсап жүр. Әрине, сахна төрінде 40 жылда жүрген әнші аяғасына кетіп қалды деп ойлайтын шығар. Сағынам әрине, шыққым күні дәлдеді. Әрине, енді өзіңіз білесіздер, әкеміз 40 жылдай астам өнер саласында жүргендіктен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері деген атаққа өзі ие. Дүние жүзінің жартысын аралаған осы Гүлдер ансамблімен, Алматы әуендері деген ансамблімен біздің өзіміз Қазақстанымыздың атақты әншілерін бәрімен бірге аралап, талай фестивальдердің, талай
конкурстардан иегері кезінде осы тұмарым, сіздер білетін тұмарым, жаным-ау, не пайда көздер-ай деген хиттердің бәрін, сол кездегі айтқан өлеңдер бәрін қазіргі кезде сағынат, текстерін, сөздерін ұмыта береді қазір, айта алмай қалды, концерттерге, тойларға қатыса алмай қалды. Бірақ әрінде де үмітсіз шайтан демекші, әрі де үміттенеді. Соңғы өлеңдері бар жазған, сол бар қалып қойды. Бірақ осы қазір отаны жасап, әкеміздің жағдайын дұрыстасақ, ол әрі де осы творчествомен, өнермен айналысады, жалғастырады деп сенімдіміз. Бұрын атақты әншілермен бір сахнада өнер көрсетіп, сауық кештерде көңіл көтеретін Рамазан Елібаевтың қазіргі таңда әріптестермен қарым-қатынасы үзілген. Ауыр дертке шалдыққан сазгер талай мәрте көмек сұрап хабарласқанымен өнер жұлдыздарынан хат-хабар жоқ екен. Сөздің шындығы керек. Мен осындай жағдайға түсіп қалғаннан кейін қалталы азаматтар, әншілер, әртістер, дәнекер болар көмектесеміз деп ойлаған едім. Бірақ болмай жатыр. Кезінде папамыздың жас кезінде сол Тұмарам деген өнер әндерінің хит боп жүрген кезінде біраз әншілер әкемізге болысқан еді. Оның арасында Роза Қуанышевна бар, Лұқпан ағам бар, Лұқпан Жолдасов бар. Ол кісі музыкасын, әндерін студиясында жазып берген еді. Бірақ қазіргі таңда, осы қазіргі керек кезде біз ойлағамыз, өнер адамдар сахна төрінде қазір белгілі адамдар көмектеседі деп ойлағамыз. Көп кісілерге хат жолдағамыз. Интернет, инстаграмдарында жазған едік. Әлі де үміттенеміз көмектеседі деп. Ауруымен алысқан әнші осы уақытқа дейін де халықтан көмек сұрапты. Алайда отаға қажетті қаржы, яғни 15 миллион теңге жинала қоймаған. Десек те, аз да болса ақша лақтырған тыңдармандарына деген алғысы шексіз. Менің өнерімді сыйлайтын, әндерімді бағалайтын азаматтар мен азаматшылар сіздерге көп рахметімді айтқым келеді. Және де осы әкемізбен бірге өмір бойы қасында болған әріптестеріне әлі де үміттенеміз, сол кісілер көмектеседі деп. Қалталы азаматтар көп, жомарт кісілер, сол кісілер көмектеседі деп әлі де үміттенеміз шын айтқанда. Рахмет сіздерге, қалай? Рахмет. Құрметті көрермен, кезіндегі атақты композитордың қазіргі халі осы. Қолдан келгенше демеу берейік, денсаулыққа дер кезінде көңіл бөлейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.